Әнші әртістер бірінен кейін бірі абақтыға қамалып жатыр. Бұл елдегі өнер иелерінің есіргенін білдіре ме? Әлде түрмеде бір дөкейдің тойы болғалы жатыр ма? Кейбір диван батырлар бұл халықтың назарын аулау әдісі дегенді айтып жатыр. Осындай даулы істің артында қандай жағдай ескерілмей қалды? Қалталылардың есірген заманы болды. Енді шенеуніктерге казино ойнауға тыйым салынады. Елде қандай қызметтегі адамдарға құмар ойнауға болмайды? Президент басқа қандай маңызды құжаттарға қол қойды? Ақпардың шығарылымында айтып береміз. Алдымен арнамызға жазылып, лайк баса кетіңіздер. Біз бастаймыз. Қайрат Нұртас, Әбдіжаппар Әлқожаны жақын арада тойға шақырсаңыздар келмейді. Тіпті осы айда бұл әншілерді әлеуметтік желіден де көрмеуіңіз мүмкін. Өйткені өздеріңіз естіп біліп жатқандай, біреуі 10 күнге, енді бірі 15 күнге абақтыға қамалды. Тұрсынбектің 5 тәулік отырып шыққанына қарағанда оның жасаған бұзақылығы жеңіл желпі болғаны ғой. Олардың отыратын орны сондай қатал режимдегі колония емес, тәртіпсіздік үшін ұсталатын адамдар отыратын әкімшілік түзету бөлімшесі. Қайрат Нұртасқа қатысты даулы істен құлағдар болған шығарсыздар. Қысқа тоқталып өтейік. Алматыдан Астанаға ұшпақ болған танымал әнші қасындағы жолдасымен сөзге келіспей қалады. Сөйтіп, бір-біріне қол сілтеген ақырында жолдасы жұлдызға қарсы арыз жазып, сотқа жүгінеді. Негізінен мұндай жұдырықтасуды күн сайын естіп көріп жүрміз. Дегенмен аты Қайрат Нұртас болған соң ба, бұл іске жұрт елең ете қалды. Елең етіп қана қойған жоқ. Сот отырысы онлайн өтіп, жұлдыздың сотталуын барша жұрт көріп отырды. Жалпы Қайраттың басынан кейінгі кезде дау арылмай қойды. Сутенер Айканың тізімде жүргенде Қайрат, құмар ойынға еліріп, қарызға батқан да Қайрат. Бұл ненің белгісі? Бірақ жұлдыз болу да оңай емес сияқты. Көз тиді ме әлде? Дегенмен 40-қа жақындаған жұлдыздың соңынан ерген жастарға үлгі болып, тыныш жүргені жөн емес пе? Енді не болды? 15 күн бойы түзету мекемесінде отырады. Тек отырып қана қоймай, жүріс тұрысын ой елегінен өткізетін шығар. Дәл той сезоны қызып, қазақтың тойы да концерттерінде қаптаған кезде Қайрат Нұртастың абақтыда жатқаны жарамады. Кезінде мұндай оқиғалар шетелде болып жатыр дегенді көп еститін едік. Міне, біз қызыққан шетелге осындай мысалдармен болсын құсап келе жатқан сиқымыз бар. Өкінішке қарай дейік, досым деп қасына ерген азаматтың арыз жазған әрекетін қалың жұрт ор қазуға балап сынап жатыр. Тіпті әртістері де қайрошты қолдап, парақшаларында жазба қалдыруда. Кейде есігіңнен күліп кіріп, текеметіңді тіліп кететіндер болады. Адам аласы ішінде ғой. Досым деп жүріп домалақ арыз жазып, құны қымбат достықты қастыққа айырбастай салатын хайуандар көбейді. Қайрат інім, Құдай жаныңа қуат берсін. Бұлттың артынан күн шығатын секілді, әр жамандықтың артынан үлкен жақсылық болатын ақиқат. Енді абайлап жүрші, маңайында жүргендерді сұраптап қарашы. Сені сатқан ақымақтың жазасын Алла береді. Алла әділетті. Сонда танымал әншілерге қоғамдық орында шу шығарып, халықтың мазасын алуға болады ма екен? Біз әнші қауымның ұстанымын түсіне алмадық. Біздің пікірімізше, егер біз өркениетті қоғам құрғымыз келсе, онда заң тәртіп баршаға бай мен кедей, қарапайым көше сыпырушы мен экран жұлдыздарына дейін заң алдында бірдей болуы тиіс. Яғни ереже заңды бұза қалған екенсің, жауапкершілікті мойныңмен көтер. Қазақ халқы қашанда өнер иелерін сыйлап құрмет көрсететін, оларға қарап ойда бойда түзейтін. Бірақ ол кездегі өнер иелері де атына заты сай емес пе? Қалай қарайсыздар? Осыған дейін Ермек Серкебаев, Әмина Өмірзақова, Шәкен Айманов, тіпті бертіндегі Батырхан Шүкеновтар сияқты жарқыраған нағыз жұлдыздардың соңынан ерген қисық көзді естіп педіңіздер? Жоқ, әрине. Өйткені олар халық алдында өзінің жауапкершілігін сезініп, әр сөзіне, мінезі, жүріс тұрысына мұқият болатын. Сондықтан әртіс деген өзінің халықтың алдында жүргенін естен шығармаған да жөн сияқты. Асылбек Бекқайдаров Қайратқа жолдас болған, халықтың сүйікті әншісіне арыз жазғанда осы кісі екен. Осылайша іс сотқа өтіп, сотты судья Сүлейменова ұлданы өткізді. Сот Қайрат Нұртасқа қатысты 2 бап бойынша іс қаралғанын айтты. Бірінші бап бойынша Қайрат Айдарбеков, яғни Нұртас, Асылбек Бекқайдаров өзара мәмілеге келгендіктен іс жабылыпты. Ал екінші бап
қоғамдық тәртіпті сақтамау және жеке тұлғалардың тыныштығын бұзу бойынша сот Қайрат Нұртасты кінәлі деп тауып, 15 тәулікке қамау туралы шешім шығарды. Ол жазасын Шымкент қаласында өтейтін болыпты. Айта кетейік, бұл әншіге қатысты қозғалған 2024 жылдағы екінші әкімшілік құқық бұзушылық іс. 29 сәуірде әнші сахнада балағат сөз айтқаны үшін ұсақ бұзақылық жасау фактісі бойынша 73 мың теңгеден астам көлемінде айыппұл төлеген. Сот өз шешімін түсіндіру кезінде әншінің 2023 жылы осы бапқа қатысты тағы бір істе кінәсі барын анықтаған соң және екінші рет құқық бұзғанын атап өтті. Судья Сүлейменова әнші бірінші рет істі болғанда судья шешіміне шағым түсірмеген, жоққа шығармағанын да ескертіпті. Тіпті Қайраттың тойы мен концерті барын ескеріп, тағы да кешірім сұрапты. Самолеттің ішіне сол уақытта басымен еге тұрып, сен мені боқтап, өз көріп тұр ғой, қаяқтан боқтан айтпай қойын. Сөйтіп мен басын еге тұрып, сосын мен тұрамда намысым бар, тұрамда тоже ұрам. Одан кейін тыныш отырам, артымнан келіп тағы ұрады. Басқа мені шаша білмеймін болды. Мен үндемей отырмын ары қарай. Осылай болған нәрсе. Мен тәртіпті бұзған жоқпын. Мен бұзған жоқпын. Сот сонымен қатар Асылбек Бекқайдаровты да әкімшілік кодекстің 434-ші бабы бойынша кінәлі деп тауып, 10 тәулікке қамау туралы шешім шығарды. Неде болса, араздасып қалған екі доста жазадан құтыла алмады. Жалпы жұрт алдына жүргеннен кейін бе Қайраттың аты даудан арылмай келеді. Жастайынан сахнаны бағындырып, арена толтырып концерт берген әншінің еңбегін ешкім жоққа шығара алмайды. Дегенмен, әншіге қарсы әдейі жасалды мекен, әйтеуір Қайрат Нұртастың аты Айка тізімінде де жүрді. Еске сала кетейік, былтыр Алматыда оспа отбасынан тыс жерде көңіл көтеретіндерге жеңгетай болған Айка деген ұсталған. Кейін оның клиенттері жазылған қойын кітапшасы әлеу желіге тарап, онда Қайрат Нұртастың аты да болғаны жария болған еді. Одан кейін Болат Назарбаевтың тоқалымын деп өзін таныстырған Динара есімді әнші де Қайрат менен ақша алды, құмар ойынға басымен кіріп кетті деп жаһанға жар салған еді. Кімдікі шындық, кімдікі атақты пайдаланып хайп жинау екенін біліп болмайсың. Бір анығы танымал әнші Қайрат Нұртастың тыныш жүргені дұрыс. Қайраттың соңынан әнші Әбдіжаппар Әлқожа да түрмеге қамалды деген ақпарат шықты. Мұның бәріне не болды? Әлде абақтыда біреу тойы берге жатыр ма деп оқырмандар әзілдеп жатыр. Ол Алматы облысы маңынан ұсталыпты. Жүргізуші куәлігі жоқ досына көлік тізгіндеген. Кейін аталған азаматтың полиция қызметкерлері қолын қайырып тұрып, абақтыға жауып жатқаны видеосы жарияланып кетті. Ең қызығы, аталған видеоны бірінші болып Алматы облысы полиция департаментінің басшысы Бауыржан Аленов жарияланыпты. Қашаннан бері білдей басшысы осындай видеоларды ұсынатын болған. Әлде кезінде Әбдіжаппар Әлқожа тойына келмей қойған ба? Неде болса, Қайрат пен Әбдіжаппармен бір камерада уақытын өткізетіндердің іші пыспайтын шығар. Тым болмағанда қазақстандық шоу-бизнестің әңгімелерін танымал әншінің өз аузынан тыңдай алады. Осының алдында белгілі әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың да 5 тәулік қамалғаны жайлы естіген едік. 28 маусым танымал өнерпаз әуежайдың бортында шу шығарады. Шақтағы қызметкерлерге дауыс көтеріп, тіпті масаң күйде болғанында дәлелденген еді. Сөйтіп әзілкешке 5 тәулігін өтеп шыққан еді. Шыққан бетте өнерпаз сахнада тұрып, әкімшілік жазаға тартылғаны артынан Қайрат бауырын жібергені жайлы әзілдеп қойды. На этот концерт я тщательно готовился, 5 дней готовился. Специально телефон все выключил, никуда не выходил и готовился. Сегодня Қайрат пошел готовиться. Жалпы жұлдыздардың ұсталып, түрмеге отыруын Төреғали Төрәлі бастап берген сияқты. Естеріңізде болса, белгілі әнші мас күйінде көлік жүргізіп, тәртіп сақшыларына бағынбай, қарсылық көрсеткені үшін 15 тәулікке қамалған еді. Кейін айыбымды түсіндім, жаздым, жаңылдым деп кешірім сұрау әлеуметтік жұмысқа да
жегілген болатын. Алайда бостандыққа шыққан бетте тәртіп бұзғанын әзілге айналдырып, жүрген жерінде айтып жүретінді шығарыпты. Жалпы семіздікті қой ғана көтере алады деген сөз бекер айтылмаған. Халықтың құрметін көтеріп, жүре алуды мінез, қарапайымдылық, яғни тектілік керек. Бұл біздің редакцияның пікірі емес, халық арасында қашаннан бері айтылып келе жатқан кең тараған сөзді ғана еске салып отырмыз. Осы жайттардың барлығына бейжай қарай алмаған министр Аида Балаева былай депті. Мәдениет қайраткерлері заң мен ұрпақ алдындағы осынау үлкен жауапкершілігін түсінуі керек. Бұл мемлекет басшысының барша қазақстандықтардан талап етіп отырған бірегей үндеуі. Лауазымына, танымалдылығына, қоғамдағы орнына қарамастан заң бәріне ортақ, ал мемлекет осы қағиданың мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз ететін болады. Сөз жоқ, ұлы абайдан бері келе жатқан қоғамдағы надандықпен күрестің алдыңғы шебінде мәдениет майталмандары жүруге тиіс. Осы орайда мен баршамызды осыны ұмытпауға шақырамын. Біз құқықтық тәртіппен өзара құрметке негізделген әрі мәдени құндылықтарымызды қастер тұтатын қоғамды бірге құраламыз. Және бұл біздің болашағымыздың берік негізі болады деп сенемін. Әлемдік саяси аренада жұлдыздардың шулы оқиғасы аясында белгілі бір заңдар қабылданып жатады. Мұны назар аудару әдісі деп те атайды екен. Бізде қаншалықты мұндай әдіс қолданылады? Қандай айтулы оқиғаларды ұмыт қалдырып барамыз? Айтпақшы, өтел алым мен первичка мәселесі не болды өзі? Өткенде ғана осы төлем жайын көтеріп жүрген белсенділердің көлік құрастыратын зауытқа жүргенін көз шалып қалған еді. Жұмыс тобының отырысы да басталғанын да естіген болатынбыз. Содан бері аталған жобадан хабар жоқ. Мүмкін жұлдыздардың бірінен кейін бірі ұсталып жатқаны халықтың назарын басқаға аудару ма? Айтпақша, қолданыстағы заң бойынша петиция жарияланған заң жобасы бір ай көлемінде жұмыс тобымен талқыланады. Ал 40 күннен кейін аталған заң өзгеріп немесе өзгермеуі туралы шешім шығуы керек болатын. Аталған өтел алымға қатысты заңның қарауға алынғанына бір айдан асып кетті. Сол кезеңде елде транзит мінген жүргізушілердің азайғанын байқадық. Банкке қарызы бар адам бұдан бұлай бәс тігіп лотерея ойнай алмайды. Президент қол қойған заңның бабымен танысқан адам ойын бизнесімен айналысушыларға тықыр таянған екен деп ой түйереді. Ал бір қатар тетігіне тоқталып өтейік. Мысалы, заң бойынша енді букмекер контораларда барлық жерде сыртқа жарнама ілуге тыйым салынады. Және олар мәтіндік жарнамасын бұдан бұлай байланыс операторлары абоненттерге жібере алмайды. Бұл аз десеңіз, лотерея терминалдарын қоюға да шектеу енгізілді. Ал тұрғын үйлер, жатақханалар, ғибадат үйлерінде лотерея билеттерін таратуға және ойын терминалдарын орнатуға мүлдем тыйым салынады. Жаңа заңда мемлекеттік және әскери қызметкерлер, арнайы және құқық қорғау органдарының қызметкерлері, бюджеттік ұйымдардың басшылары құмар ойындарға қатыстырылмайды деп тайға таңба басқандай анық көрсетіліпті. Шетелдік лицензиясы жоқ букмекерлік конторалардың интернет ресурстарына және онлайн казиноларға толық тыйым салынады. Ұлттық құрылтайда көтерілген мәселенің бірі халықтың құмар ойынға тәуелділігін төмендету болатын. Мемлекет басшысы ойын бизнесі, лотерея қызметі, денсаулық сақтау, мемлекеттік еңбек инспекциясы, мемлекеттік бақылау жөніндегі заңға қол қойыпты. Мемлекет басшысы Атырауда сөйлеген сөзінде лудоманияны әлеуметтік кеселдің бірі деп атап өтті және тиісті нормативтік құжатты парламенттің қазіргі сессиясының соңына дейін қабылдауды тапсырды. Заң жобасы түрлі пікірталас алаңында талқыланып, оған депутаттар, ұлттық құрылтайдың және жастар жөніндегі кеңестің мүшелері қатысты. Мамыр айында заңсыз ойын бизнесі мен лудоманияға қарсы іс-қимыл жөніндегі кешенді жоспар бекітіліп, оның ережелері жаңа заңның нормаларымен үйлесім тапты. Шынымен де құмар ойынға құрықталған қазақстандықтардың статистикасы өте қорқынышты. Өткенде ғана бір заң қызметкерлерінің әрі ажырасудың бірден бір себебі осы құмар ойын кесірінен дегенді айтқан болатын. Неде болса аталған аурудың тамыры тереңге жайылмай тұрып, тоқтатқанымыз өте дұрыс болды. Өйткені қарызға батқан адамның кейін басқа біреуге кесірі тиетіні айдан анық. Ақпарда айтарымыз осы болды. Аман сау болайық.